Достар сәлем, менің есімім Ержан Мырзабаев, мен кәсіби отбасылық психологпын. YouTube арнама барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен орта подкастында шамамен 1,5 жыл бұрын шыққан видеодан үзінді туралы сөйлесетін боламыз. То есть 85% изнасилований женщин было по причине не в том месте, не в той одежде, не в то время. Вот. Это причина основная. Не в той одежде, это второй. Не в той одежде, да. То есть одежда, она вызывает, на самом деле вызывает. Жалпы біріншіден видеоның басы мынандай дисклеймермен басталады. Айтылған нәрселерді, фактілерді мамандармен, эксперттермен өздеріңіз жеке тексеріңіз деп жатыр. Осыған байланысты оқырмандар бұл видеоны маған жіберіп бір маман ретінде тексеріп көріңіз. Толық видеоны қарап шыққан кезде мәселе тек қана бір сол үзіндіде емес. Ал үзіндіге байланысты тағы бір қызық нәрсе бар, оны видеоның соңына айтам, енді өздеріңіз таңғаластыр. Бұл статистиканы қайдан алды, кімнен алды, нақты аты жөні кім, неге байланысты екен білмейміз. Мүмкін ойдан жайшын шығар салған да болуы мүмкін, өйткені ешқандай дәлел жоқ. Бірінші жағы. Екінші жағы, десек те осындай әңгімелердің зорлықшыны ақтайтынын және құрбанды кінәлайтын жағдайда болып жатыр. Бұған біз әлемдік практикада victim blaming дейміз, яғни құрбанды айыптау. Егер сен былай киінбегенде сені зорламайтын еді. Егер сен мына уақытта жүрмегенде сені зорламайтын еді. Егер сен мына жерде жүрмегенде сені зорламайтын еді деген ұғым беріп жатырмыз. Ал зорлаған адам, оған ешқандай әңгіме жоқ, оған ешқандай претензия жоқ. Және мені жалпы психолог ретінде, жарайды психолог ретінде, ер азамат ретінде таңғалдыратын нәрсе, сол жерде отырған қалған ер азаматтардың барлығын басын иіп, я деп отыр. Мне нравится, что у этого проекта именно аудитория таких образованных, думающих людей. Это, наверное, ключевой момент, который нужно отметить. Ну, надеюсь, что и гость у нас тоже размышляет. Надеюсь. Я Нұрсұлтан күліп отырсын, бірақ 1,5 жылдан кейін осы күлгеніне өкінетінді сол кезде білген бедің. Нәрселерді айтып кетейін басынан бастап. Подкаст бойынша кейбір жақсы құндылықтар айтылады. Бірақ дұрыс емес нәрселер, қате түсініктер, қауіпті ойлар әлде қайда көп. Байқағаным видеода өте көп әйелді тәрбиелеуге, қызды тәрбиелеуге байланысты көңіл бөлініп жатыр. Есть такая фраза: воспитывая сына, ты воспитываешь мужчину, воспитывая девочку, ты воспитываешь целую нацию. Ну, судьба общества, считай, зависит от того, как мы дочерей воспитаем, получается. Там же есть такое слово: если испортить женщин, то ты испортишь все общество. Бұл жерде біз жауапкершіліктерді қайтадан әйелдерге жүктеп жатырмыз. Ты одного сына воспитал, он, получается, одну семью только может на праведности воспитать, он будет, а ты дочь воспитываешь, у нее сколько детей будет, да? Прикинь, это сколько семей она может на праведности воспитать. То есть это уже геометрически идет. Мына ойды да мен түсінбедім, қалай сонда әйел бірнеше отбасын тәрбиелейді, ал ер азамат бір отбасын ғана тәрбиелейді. Күйеу мен әйел бір отбасыда. Олардың балалары бірдей, және балаларға бірдей тәрбие береді. Яғни мына автордың сөзіне қарайтын болсақ, как будто бір әйел бірнеше рет тұрмысқа шығатын сияқты, бірнеше отбасы бар сияқты бір түрлі қызық бір ой беріп жатыр. Бала тәрбиесіне жауапкершілік екі жаққа бірдей болады. 50-де 50, 51-де 49, 60-та 40, 80-де 20, бәрін анасы жасасын, әкесі жұмыс істеп жатыр ғой деген нәрсе жоқ, ондай ұғым жоқ. Бала тәрбиесі демекші, мынандай бір қызық ой айтылды. Я потом понял свою маму, почему она иногда возьмет, там меня тапочек швырнет, что-то сделает. Да, пацана как-то не жалеешь. Пацана как-то не жалеешь. Тапочка лақтыра сал, әрі-бері жұмса, бала тәрбиесіне айналыспа, жанашырлық танытпа, білгенін былай айтқан кезде істей бер. Одан кейін агрессор, ашушан, зорлық-зомбылық көрсететін абьюзер ұлдар, ер азаматтар қайдан шығады деп таңғаламыз. Бұл жерде ескерілетін нәрсе, бала кезінде қыз бен ұлдың арасында аса бір айырмашылық болмайды. Яғни қыз да ұлдың да даму деңгейі біркелкі болады.
өте аз айырмашылығы бар. Ұлға көңіл бөлмеймін, еркелетпеймін, оны ұруға болады, тәпішке лақтыруға болады, оны аямауға болады деген ұстаным мүлдем дұрыс емес. Бұл подкастты тыңдаған кезде маған біртүрлі ойда, біртүрлі сезімде болды, шыны керек. Яғни жабық бір топ, біз және басқалар деген түсінік бар. Сол басқалардың барлығы бізге дұшпан. Мен білетін Қазақстан зайырлы құқықтық демократиялық мемлекет, Конституциямыздың 1-ші бабында соны жазылған, және оның ең басты құндылығы бұл адам. Біздің елде әрбір азамат өзінің діни, ұлттық, наным сеніміне, ұстанымына қарамастан, болмысына қарамастан, емін еркін түрде өмір сүре алады. Понимаем, что сейчас многие, к сожалению, и из нашей культуры носят такие юбки, которые, я не сказал бы, что это юбки, это просто повязка вокруг, да? А сказать, что это кофта, это не кофта, это тоже повязка. То есть мы видим две повязки, одна сверху, другая снизу. И это, поздно начинается, и за это никто никогда ничего не говорит. Тогда как мы понимаем, что это не наше, и далеко наши предки это не ходили, мы никогда не сможем поднять фотографии, где там бабушка ходила с двумя повязками этими, да? Бұл жерде қалай сонда? Яғни бір жерден жастардың өзіне тән, өз қалауы бойынша емін еркін киінуімен сөйлемнің сонындағы әжелеріміздің былай киінбегенін байланыстыру. Бұл адамды шатастыратын нәрсе. Яғни қазіргі кезде әйелдер де осылай екі шүберекпен жүрмейді. Бұл көп жағдайларда жастардың өзіне тән еркін киіну стилі. Оны да көп кездесе бермейсіз, көп байқай бермейсің. Ерекше бір кеш, бір отырыс, бір мереке болмаса, күнделікті өмірде солай киінетін адамдарды кездестіру өте қиын. Кездестіргеннің өзінде ол өз қалауы бойынша киініп жатыр. Яғни ашық-шашық киінген адамдардың біз қалауын құрметтеуіміз керек, орамал тағатын адамдардың қалауын құрметтеуіміз керек. Өйткені біз демократиялық еліміз, әркімнің өз таңдауы, өз қалауы, өз құқы бар екенін ұмытпау керекпіз. Что многие девушки, к сожалению, из-за того, что они не могут в школе носить платок, они перешли на какое-то онлайн-образование, в российские школы, и от этого страдает их знание. Вот. А знание же для нас это номер один, для верующего человека. Поэтому это тоже очень важный вопрос. Мектепте қыздардың орамалмен кірмеуінің бір ғана себебі бар. Мектепте балалар оқуға, білім алуға келеді. Балалар мектеп формасын киюге міндетті. Форма бәріне бірдей. У меня диалог был, кстати, недавно, один диалог, где я задавал вопрос, а что вам не нравится в платке? Чем он вас пугает, да? Вот. И вот один человек мне ответил, говорит, мы боимся, что ребенок может вдруг что-нибудь взорвет и так далее. Енді бұл түбегейлі ойдан шығарған фантазия бір тұжырым. Әңгімелердің бәрі осы. Бір жерде бір подполковник айтты, бір жерде бір кісімен сөйлестім, бір кісінің, бір адамның ойы. Бұны жалпы қоғамның бір ойы ретінде. Вот вы говорите, большинство казахов против этого. Жалпы қоғамның дінге қарсы бір ұстанымы ретінде көрсетудің керегі жоқ, мүлдем дұрыс емес. Ешқандай баладан адам ондай нәрсе күтпейді. Баланың мектептен тыс не киесін, қалай киіндіресін, не ұстанасын өз еркін. Бала бұны қалап тұрғанша, баланың қалауына қайшы болмағанша ата-ана баланы ешнәрсеге мәжбүрлемеу керек. Бірақ мектепке келген кезде мекемеге сай киінуді де балаға үйрету керек. Айналып келген кезде балаға бірінші дәрежедегі парыз білім алу. А знание же для нас это номер один, для верующего человека. Одан кейінгі парыздардың ішінде орамал тағу бар. Онда мектепке келген кезде сол парызды орындау үшін ана парызды мектеп уақытында тоқтата тұруға да болады деп ойлаймын. То есть моя дочка пришла в мини-юбке, да? И, грубо говоря, когда она поднимается на второй этаж, мальчики вот так вот заглядывали, видели? Что если моя дочка в школе пойдет в юбке, и на нее будут глазеть мальчики, она же не в безопасности будет. И ойлайтын, демек бұл кісілер неге олай ойлайды, неге қайдан келеді, бұның бір негізі болу керек қой, бір тамыры түбі болу керек қой. Оказывается, міне. И плюс мы этих мальчиков еще учим смотреть на женщин как на какой-то животный объект, правильно? Да. Я өздері санасы сондай, және өз балдарымызды, біз ұлдарымызды солай тәрбиелейміз деп жатыр. Айналайын қарағым, сен балдарыңды солай тәрбиелейтін болсаң, өзің атынан сөйле.
Сенің ойында сондай ойлар болатын болса, өзің атынан айт. Бұны бүкіл қоғамға, мәдени адамдарға жабыстырудың еш керегі жоқ. Біз солаймыз, біз солай қарайтын едік, сол үшін басқалар да қарайтын шығар деп қорқып жатырмыз десеңіздер, түсінікті болушы еді. Условно, моя жена будет идти, допустим, она идет в платке, да, там, по торговому центру. Кто-то, допустим, до нее докопается. Ну, не дай Аллах, конечно, но докопается. И рядом будет брат, мой брат, мусульманин, который увидит, что... Потому что это же идентифицирует, что это сестра. И я могу быть спокоен, потому что мой брат заступится за мою жену. Салыстыру мен теңестіру өте қызық болып жатыр. Яғни орамал сонда қалай сонда мұсылман адамдар орамал таққан әйелге біреу тиіссе жүгіріп көмектеседі, қорғайды, ал орамал тақпаған әйелге, қызға біреу тиіссе үндемей қарап жүреді ме? Сен орамалың жоқ, сен дұрыс емес киінгенсің, не то жерде жүрсің, не то уақытта шығыпсың, өзің кінәлісің деп қасына өтіп кетеді ме? Бұл не, қандай логика, қандай ой, қандай бір ауру психологияның белгісі ретінде айтып жатсыздар бұны, қандай санамен бұл ойлардың барлығын айтып жатсыздар. Біз әрбір қыздың, әрбір әйелдің, әрбір адамның қиналып жатқан сәтінде орамалына, киім үлгісіне, ұлтына, намысына, дініне қарамай қорғауымыз керек, қарамай көмектесуіміз керек. Адам болған үшін. Адам болған әрбір адам осыны жасайды. Бұны мен Европада да көрдім, Америкада да көрдім, Түркияда да көрдім, Қазақстанда да көрдім, Ресейде де көрдім. Көркем мінезділікті, нравственность бөлек, діндарлық, религиозность бөлек. Әрбір нравственный адам, көркем мінезді адам діндар болмауы мүмкін. Тура сол сияқты әрбір діндар адам да көркем мінезді болмауы мүмкін. Осы тұрғыдан тек қана діндар адамдар ғана көркем мінезді, қалғандардың барлығы жабайы, бұзылған, мәдениетсіз, ашкөзді деп көрсету дұрыс емес. 15 тысяч человек в год у нас в 2008 году, да, умирало от причины алкоголя. Вот, скажем так, та опасность, которую мы должны были пестрить, писать и говорить о том, что вот это опасно. Но нам говорят о какой-то опасности, которой нету ни статистики, ни цифры, что у нас кто-то хиджаб одел и все, взорвался и умер, да, от этого. То есть вот это и есть манипуляция эмоциями, но не фактами, не цифрами. Вот это мы сейчас наблюдаем. Мощно, мощно. Көріп жатсыздар ма? Мен мысалға не деп жатыр, яғни алкоголь туралы айтуымыз керек, бірақ біз орамалмен күресіп жатырмыз дейді. Камон! Алкогольдің, ішімдіктің зияны туралы қаншама посттар жазылып жатыр, мақала шығып жатыр, зерттеулер жүргізіп жатыр, бәрі ол туралы деп жатыр. Бірақ ешкім ойбай орамал тақпаңдар, орамалға таққандар жақындамаңдар, орамал тағатын болсындар, былай болады, былай деп оны жамандап жатқан жоқ. Бірақ бізге қалай келтіріп жатыр? Ішімдікті шектеудің орнына орамалмен күресіп жатыр. Бұл түбегейлі, өтірік, негізсіз әңгіме. Вот сейчас я сижу и кайфую, честно. Слушаю и кайфую, өйткені критикалық ойлау жоқ. Критикалық ойлау болған кезде ашуланатын едіңіз, өзіңіз пікіріңізді айтатыныңыз, былай емес па, былай емес па, бір сұрақ қоятын едіңіз, позицияңызды білдіретін едіңіз. Бұл түбегейлі, айтқан кезде бір топтық гипноз сияқты. Барлығы сол бір кісінің сөзіне әсерленіп, басын иіп, я деп отыр. Егер шын мәнінде солай ойлайтын болса, бұл әлдеқайда қауіпті. Жоқ, сол сәтте әсерленіп өз ойын айта алмаған болса, одан кейін қаншама уақыт болды өз позицияларын, ойларын білдіру керек еді. Ал мен бірнешеуінің парақшаларына қарадым, осыған байланысты. Сіздер білесіздер, мен бұны қолдамаймын, мен әйел кінәлі деп айтпаймын деп өздерін ақтап алады. Бірақ сол кездегі жасаған әрекеті үшін, осы жерде отырып үнсіз қалған үшін ешқайсысы жауапкершілік алып, қоғамның алдында, халықтың алдында кешірім сұрамады. Этот выпуск должны посмотреть молодые люди, должны посмотреть студенты. Ойбай, Құдай сақтасын, этот выпуск біз бәріміз шағымданып YouTube-қа осы видеоның YouTube-тан алып тастауына әсер етуіміз керек. Мен жай бір видеосын ғана былай зерттеп талқыладым. Басқа видеолардың қарасақ, талдасақ, мүмкін қаншама нәрсе тағы да шығар. Әрқайсының артында 100 мыңдаған жастар отыр әлеуметтік желіде. 100 мыңдаған кісілер бұны оқып отыр. Әңгімелердің барысында бұл мен жеке пікірімде жатқан жоқ. Біз үйретуіміз керек, біз түсіндіруіміз керек, біз жеткізуіміз керек, біз айтуымыз керек деп жатыр. Яғни қарап тұрсақ, кәдімгідей үгіт, насихат жұмыстар жасап жатыр. Енді видеоның соңында айтам деген сюрпризге тоқталайық. Бір қызық нәрсе. Осы маған жекеге жаза бастағаннан кейін YouTube-қа кіріп, подкастты тауып көре бастадым.
басынан соңына дейін қарап шықтым, бірақ 85% жағдайда әйел кінәлі, киімі, уақыты, орыны кінәлі деген сөзді таба алмадым. Сөйтіп таныстарымнан сұрадым, сені көрдің ба, сен оқыдың ба, точно болды ма, мен таба алмай жатырмын деді. Жоқ, бар еді ғой, бәрі бөлісіп отқан еді ғой, бөлісіп отқан отрывок осы подкасттан болу керек деп та, бірақ подкасттың өзін таба алмадым. Кейін интернеттен іздеп, оригинал версиясын таптым. Бұл пысық қарағым не істеген? Осыншама хейт болғаннан кейін, осыншама шағым болғаннан кейін дәл сол жерін кесіп тастаған. Негізгі оригиналы мынау. Это же безопасность для женщин, в этом же польза. Вот. Касательно безопасности, на 4-м курсе у нас вел криминалистику подполковник. Бірақ қазіргі YouTube-тағы версиясы мынау. Это же безопасность для женщин, в этом же польза. Вот еще один момент очень важный, чуть-чуть глубоко загляну, да? Тура сол жерін кесіп тастайды. Нұрсұлтан, жігіттер, енді мұсылмандық туралы, құндылық туралы, руханият туралы, дін туралы әңгіме айтып жатырмыз. Оның бәрін бір шетке қоя салайықшы. Ер азаматсыңдар ғой, еркекше сөздерінде тұрыңдар. Еркекше сөздерінде тұрыңдар. Оригинальный версиясын қалдырыңдар. Алып тастайтын болсаңдар, бүкіл видеоны алып тастаңдар, қоғамның алдында кешірім сұраңдар. Я біз қателестік, я біз дұрыс емес, я біз байқамай айтып қалдық. Біз сізді кешіруге дайынбыз. Проблема емес. Тек қана соны мойындап қате екенін айтыңдар. Өйткені соны мойындап қате екенін айтпағанша, сізді тыңдайтын, сізді оқитын, сізді қадағалап жүретін жастар сол ойды, сол түсінікті дұрыс деп қабылдап, қаншама Бишімбаевтар, қаншама зорлықшылар, қаншама агрессорлар, абьюзерлар қоғамда тәрбиеленіп шығады. Мен сіздердің әйелді қаралау, жамандау деген бір ниетіңіз болмағанына сенемін. Сенгім келеді еш болмағанда. Қателесіп, осындай жағдай болып қалғанға да сенгім келеді. Бірақ сіздің жазып жатқан посттарыңызға қараған кезде, сіздер еркекше соны қабылдаудың орнына қайтаға ақталуға тырысып жатсыздар. Бұл ер азаматтыққа жараспайды. Мұсылмандық туралы мүлдем айтпай қояйық. Я, құрметті достар, көріп тұрғаныңыздай бір подкастты шамалы бір жай ғана талқылаған өзінде қаншама қауіпті ойлар, пікірлер айтылғанын көріп жатырмыз. Сол үшін бұндай подкасттарды тыңдаған кезде мұқият болайық, зерттейік, зерделейік және критикалық оймен мәселеге қарауды үйренейік. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты бірге тоқтатайық, тұрмыстық зорлық-зомбылықты ақтайтын, насихаттайтын адамдармен бірге күресейік. Аман болыңыздар, жақсы күндерде көріскенше.